Мінекей қарасаңыздар, біздің көрпенің беті дайын. Өте әдемі көрпе шықты. Өте әдемі көрпенің беті шықты. Оюларын бәрі зигзагталған. Алдында ошибка емес пе деп сұрап жатқан жандарға міне. Бұл өте жіңішке ою. Сіздер бұл оюдың орнына қалаған қолыңызда бар оюды пайдалана бересіз. Немесе мінде күн жаңағы этностильдер бар ғой, күн сияқты. Осындай этностильдерді пайдалансаңыз болады, қолыңызда барды. Алдыңғы менің мастер-класстарымда осы этностильдегі узорлардың 4 түрлісі қолданды. Сол кезде біразыңыз алдыңыздар. Сол 4 түрлі узорды 4-еуінде пайдалансаңыздар болады. Астындағы велюрін, именно осы велюрді 15-15 сантиметр қиып аласыздар, ал мына күнді мен сіздерге узор 10 сантиметр болады дегенмін. Орнына тұрса да өте әдемі. Тек астындағы жаңағы жабыстыратын, узор жабыстыратын велюрді 15 сантиметр алсаңыздар болды. Енді қазір осының бетіне астарын орнатып тігіп шығамыз. Замокты тігіп алдық. Мына жерде мен 4 сантиметр алғанмын. Конвертке 3,5-4 сантиметр. Сіздер 5 сантиметр алсаңыздар, мынау үлкендеу болып жабады бетін. Мынау да былай әдемі негізі. Өстіп, бетпе-бет. Бетін мен астарын бетпе-бет қаратып орнатамыз. Мастер-класстың видеосын түсіріп жатқанда сұрақтарыңызды қоймай тұра тұрсаңыздар екен. Сол бетпе-бет орнатып, екі жағын тігеміз. Бірінші астардың жағын тігіп аламыз. Содан кейін бастарын тігеміз жалғап. Жан-жағынан инемен қыстырып алыңыз. Өзіме қиын болады десеңіз, немесе қолмен көктеп те алыңыз. Ал жоқ, мен бұрын тігіп жүрдім, солай тіге берем астарын десеңіз, солай өзіңіздің техникаңызбен тіге беріңіз. Бұл енді бұрын көрпе тігіп жүрген адамдарға арналған көрпенің мастер-классы, көрпенің түрі жалпы. Себебі мына көрпені бұрын көрпе тігіп көрмеген адамдар тігіп кетуі оңай емес. Біздің өзімізге де қиын түседі бұл көрпе. Сөйтіп біз астарын тігіп шығамыз. Астарын мен жаңа артық қылып алдым. Артық қылып алған жерімді қиып алам.